Қазір біздің заманда бұтқа табыну жоқ десеңіз, сіз өтірікшісіз. Себебін айтайын ба? Қазіргі заманда гороскоп деген дүние бар. Бұл бұтқа табыну. Палшыға, бақсыға бару деген бар. Бұл да бұтқа табыну. Феншуй деген бар. Бұл да бұтқа табыну. Осыған ұқсайтын ырымдарға сену бар. Бұл да бұтқа табыну болады. Мен жоғарыда айтып кеткен жоқпын ба? Адам баласы біздің ислам заңдылығы бойынша басын тіке көтеріп, ешкімге бас имеу керек. Ешкімге басын имеу керек. Қарасаңшы, бұл жақсылықты айтсаң, кейбіреулер айтады: ой, молдеке дейді, сен барлығын бұтпарас қып біттің ғой дейді. Онда бәріне басыңызды иіп, өміріңізді сая қылыңыз. Сөйтіп айтуымыз керек деді. Сізге қайта жақсылық айтамыз.